Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен бірге жуадан ғана ерекше күшті дәмді тағам жасайтын боламыз, көреміз. Біз тестамызды дайындаламыз. Ол үшін бізге 2 стакан жылы сүт, және жарты стакан ерітілген май, сливочный, және 2 жұмыртқа. Осыны жақсылап араластырамыз. Және 1 ас қасық дрожжи, және 3 ас қасық қант, және кішкентай шай қасықпен жартысын тұз. Енді ұнымызды қосамыз осыған. 3-4 стакандай ұн. Көзбен өлшеп 1 пакет осындай разрыхитель қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Қасығымызбен араластырып алдық. Енді қолымызбен ақырындап иілейміз. Қолымызбен осылай иілеп аламыз. Осылай нанымызды илеп болып, ыдысымызға салып, бетін пленкамен пищевой жауып, жылы жерге қоямыз. Ve 20 минутқа қоямыз. Нанымыз көтерілді. Жылы жерде бір 25-30 минуттай тұрды. Осындай болып көтерілді. Нанымызды түсіріп алдық. Енді бұны біз өзімізге ыңғайлы қылып 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай нанымыздың 1 бөлігін дайындап алдық. Енді осы нанымызды үстіп жайып алдық. Үстіне осы манағы қуырылған жуамызды саламыз. Ортасына осылай. Және үккіштен өткен сыр. Соның үстіне сыр себеміз. Енді осыны бұлай бір-біріне жабыстырып шығамыз. Енді келесісін дайындап аламыз.
Екіншісіне де дәл осылай жуадан начинка салып аламыз. Және бұны да осылай жақсылап қатты жабыстырып шығамыз. Нанымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып аламыз. Енді үстіне аздап кунжут себеміз. Және 180 градус пешімізге бір 20-15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Ал бисмиллах деп тамағымыздың дәмін көрейік. Бұл негізі былай 3 бөлік болған ғой. Бір-біріне жабысып кетті. Шетінен бастап қойыппыз. Бисмиллах. Шынандай. Енді жеп көрейік. Бисмиллах. Күшті ма? Тема. Супер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұның дәмін айту. Тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.